Сәлем баршаға. Бүгін сабақтан келіп, осы видеоны тез сіздерге жазып тастағым келді, өйткені бір кісілерге ақпарат маңызды болуы мүмкін. Өйткені бүгін менде бір ата-ана ПМПК туралы білмейтіндігін айтты. Ешқандай ол не деп тұр. ПМПК енді комиссия мүшелері ол қосынды, яғни жалпы баланың деңгейін тексеретін, даму деңгейін, мектепке дайын ба, дайын емес па, сол деңгейін тексеріп беретін, қорытынды шығаратын ПМПК. Енді бұл жалпыға бірдей емес болуы мүмкін. Әрине баласы диагноздағы ата-аналар сіздерге арналады бұл. ПМПК ол жерде педагогтар отырады, психологтар отырады, узкий специалисттер отырады. Узкий болғанда қандай? Баланың жалпы дамуын, даму деңгейін, баланың танымдық жағы болсын, енді жалпы қалай педагогтардың тілімен айтқанда, енді баланың ой өрісі, баланың танымдық деңгейі деген сияқты. Сонымен қатар медик жағы енді баланың жалпы моторика жағын тексеруі мүмкін, жалпы мидың дамуын тексеруі мүмкін. Жалпы сондай жиынтық бір кабинетте отыратын, сондай консилиум деп айтады ғой, комиссияның мүшелері отырады, сондай әртүрлі мамандардан жиналған балаға қорытынды шығарады. Мысалы, бір балалардың поведениесіне байланысты, мысалы, мектепке разрешение бермеуі мүмкін, енді жалпы айтқанда. Сол сияқты баланың жалпы даму деңгейін тексеріп, оған қорытынды шығарады. Оған қалай барамыз, ол кім қайда отырады деген ата-аналар бар. Бірінші өздеріңіздің педиатр врачтарыңызға барасыздар, терапевттеріңізге барасыздар, участковый врач, жалпы айтқанда ВОП, соған барасыздар, бізге неден өтуіміз керекпіз дейсіздер, ПМПК-дан өтуіміз керекпіз, бізге направление бер деп айтасыздар. Ол кісілер түсіндіріп айтады. Жалпы түсіндіріп айтпаған жағдайда да сол кісінің направлениесі менен өзіңіздің тұрғылықты жері бойынша, қазір ГИС бар ғой, сол бойынша ПМПК деп үлкен әріптермен іздейсіздер. ПМПК. Соған барып, қазір өте уақыт аз болып тұр. Неге? Өйткені жаз айында садиктен босаған балалар, балабақшаны бітірген балалар мектепке баратын, сосын балабақшаға баратын балалардың өзі ПМПК-дан өту керек балалар көп. Сол үшін де тездетіп барып направлениені алып, ГИС бойынша табасыздар. Сіздердің райондарыңызда қай жерде ПМПК комиссиясы орналасқан, сол жерден барып өтесіздер. Барып звондайсыздар, телефон алмаса, телефонға жауап бермесе, ол кезде өздеріңіз сол адреске барып міндетті түрде жазылыңыздар. Өйткені адам көптігіне байланысты кезек көп болуы мүмкін. Содан кейін соңында айтып кетем, өтініш ата-аналар. Мен үйге бала келіп оқытады екен, мен балам диагнозы мынандай, болды, мен жұмысымды істеп жүрем, бала үйге келіп оқытып кетеді деп общеобразовательныйдан қашпаңыздар. Мүмкіндіктеріңіз болса, общеобразовательныйға берулеріңізді сұраймын. Баланың өйткені өз-өзін кем санамау үшін қарым-қатынас, дисциплина, мысалы таңертең тұру, киіну, барып келу деген сияқты бұның өзі балаға ем.